Тогда олар маған уже қолтығымды обсуждать етті. Менің қандай продукция қолданатынын, мынандай нәрсе қолдауға болмайды. Сіз потыңыз выделение, қолтыққа не жағасыз деген. Искренне свои извинения, то, что мне больно смотреть, как на ней ей больно. Келенді бір бургер үшін қырғын шығарып кетпейін дейін да, бірақ бір түрлі боламын. Неге ескертілмей кеткен? Итак, мен холодильнигімді көрсетіп тұрмын, қандай состояние деген ештеңем жасап тұрған жоқ. Неге одан самайын мені ондай тамаққа тоймайтын толық адамдарды сондай бургер жеп, даже осындай реалити шоу келе жатқанда бір шыдамай бургер заказ еткен адамдай көрсеткілері келген түсінбедім. Мен итак жасап тұрған жоқпын, осындай кола ішетінді, бір нәрсемен питаться ететіндерді. Хорошо деймін да, конфликт шығармай қойын, көне салайын, ештеңе етпес деймін да. Барып келе саламын, алып келемін өзім. Келгеннен кейін шығарамын сыртын ішінен, сөйтіп бір екі фрейін жеп көрсете саламын неге. Сол кезде ана қыздар маған қазір шыдаңызшы Шолпан деп. Потому что мы, как две женщины, не созданы, чтобы разбираться. Төрт еркектен ұялып тұрдым. Мен сондай терлейтінімді айтуға. Шыдайтын сол жерде мен айттым. Ход туралы әңгіме айтуға келдік па, әлде менің қолтығымды обсуждать етуге келдік па деп. Сол жерде біз жаңағы қыз екеуміздің арамызда біртүрлі бір ситуация пайда болады. В выпуск нам дали разрешение. Разрешение дала Дина Ханым, которая благополучно выступает у себя в сторис и мешают одно с другим, потому что вчера, когда я поехала к Айшолпан домой, мы целый день были на связи, у нас было все хорошо. Бетіңізді жуасыз ба, тошны бет жуып ұйықтайсыз ба, бет жуып тошны ұйықтайсыз ба, тісіңізді жуасыз ба ұйықтар алдында деген нәрселер маған ұнаған жоқ шынымды айтамын. Мен кішкентай қыз емеспін, үлкен адам, ересек адам, ақтала бергім деген жоқ та, сезім, чувство сондай жаман болды. И сосын мен сөздің арасында да айтып қалдым, мен сіздерге көмек сұрауға келіп тұрмын, неге каждый раз менің косягымды бетіме баса бересіздер, неге маған қолдауға емес, сөгіп менің өмір салтымды жұртқа мазақ ретінде көрсетуге келген деп тұрсыздар деген айтып тастағым келіп айта алмай тұрмын, өзімді шыдап тұрмын. Бірақ бәрі бітті.